Сәлем достар, бүгін сіздермен таңғы асқа өте жеңіл дайындалатын панкейк пісіретін боламыз. Видеоның аяғына дейін бірге болыңыздар. Bir жұмыртқаға 50 грамм құм шекерімізді салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. $200 грамм жылы сүт қосамыз, араластырамыз. 140 грамм ұнға 1 шай қасық разрыхлитель қосып, араластырып, елекпен кішкене мөлшерде қосып отырып араластырамыз. Ерітілген 50 грамм сары майымызды салып, венчикпен тағы да араластырамыз. Қамырымыз дайын. Енді пісіреміз. Табамыз құрғақ болу керек. Қыздырып, кішкене мөлшерде құйып отырып пісіреміз. Шамамен 1 минуттай пісіреміз. Тесіктер пайда болғанда аударамыз. Орташа отта пісіреміз. Осылайша барлық панкейкімізді пісіріп аламыз. Хош иісті, өте керемет, дәмді панкейкілеріміз дайын. Дастарханға таңғы асқа ұсынсаңыздар болады. Жасап көріңіздер.